Баршаңызға қайырлы күн. Менің асылда алтын құрметті көрермендерім, мен сіздермен бүгін бұрынғы әжелеріміз жасаған рецептпен бөліспекшімін. Бұл яғни венский вафли ма жоқ әлде печенье ме, мен анық атын білмедім не екенін, бірақ бұрын осы рецепттер бала күнімізде жиі көретінбіз. Сіздермен бүгін соны бөліскелі отырмын. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіре отырыңыздар. Және де бұл миксерсіз жай ғана осында венчиктің көмегімен жасалына береді. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, қаймақ, дүкеннің қаймағы, ұн, сары май, ерітілген сары май, менде не болмаса маргарин алсаңыздар да болады, 82-ден жоғары пайызды. Және де сұйық майымыз қажет, сосын разрыхлитель. Егер де бұл қопсытқыш болмаса, жай ғана лимонның суымен соданы көпіртіп алып жасасаңыздар да болады. Болмаса уксуспен көпіртіп жасасаңыздар да бола береді. Және де бұл өте жеңіл жасалынатын рецепт, оңай рецепт. Егер де бұндай формаларыңыз болмаса, газға пісіретін, онда электрлық формаға да жасай беруге де болады. Не болмаса, жай ғана сковородкаға құйып та, баклажкаға, жарты литрлік баклажкаға құйып алып, төбесін крышкамен тесіп, сол арқылы домалақтап құйып жасасаңыздар да бола береді. Ал менде арнайы формам бар болғандықтан, қазір сол формаға жасаймын. Анық атын білмедім бұның. Не венский вафли, не жай ғана печенье. Өздеріңіз көресіздер. Бірақ жасап көруге кеңес беремін. Жақсы, дәмді болып шығады. Және де мынау қаймақтың орнына йогурт қоссаңыздар да керемет болады. Мен мына жерде барлық затты араластырып қостым. Енді онымен қопсытқышты бірге қосып аламын. Бұл міндетті түрде. Сұйықтыққа салмаймыз қопсытқышты. Онымен араластырып салуымыз керек. Себебі сұйықтықта салған кезде, кейбір кезде дұрыс араласпай қалады дағына, ашты дәмі шығып кетеді. Яғни разрыхлителіміздің кейбір бөліктері ерімей қалады. Бірден салқынға салған кезде. Барлық заттарымыз бөлме температурасында болу керек. Тым мұздай болмау керек. Және де ерітілген майымызды да ыстықтай құймаймыз. Бөлме температурасына суытып қоямыз. Кішкене шым-шым тұз саламыз. Мен осының рецебінің барлығын сіздерге описание бөліміне қалдырып қоямын. Сол жақтан алып қарап жасап көріңіздер. Әсіресе таңғы ас кезінде, таңғы шайға, болмаса кешке жақын балаларыңызбен отырып шай ішкенге жасасаңыздар да болады. Бұны сковородкаға да пісіруге беруге болады. Өте жеңіл, оңай рецепт. Міне, біздің қамырымыз осындай қою болу керек. Бұл қамырды кішкене бір 10 минутқа қойып қоюымыз керек біз. Қараңыздар, осындай шамалы кішкене ағып тұр қазір қамырымыз. Бұл қазір 10 минут тұрғаннан кейін тағы да қойылынады. Қамырымыз тұндырылды. Енді мен формамды бірінші бет пісіретін кезде міндетті түрде майлап аламын. Одан кейінгілердің майлаудың қажеті жоқ. Мұны осылай құра формамызды кішкене майлап аламыз. Біздің қамырымыз кішкене тұрып қойыланды. Міне. Мен қазір бірақ ожауғана салып көрдім. Қалай пісетінін көреміз. Кішкене бір 5 минуттай тұру керек негізінде. Бірден пісе қоймайды. Жылдам емес, кішкене уақытты күте тұрамыз. Мынау менің екінші пісіріп жатқан қамырым. Сәл ғана кішкене аздау құйып қойыппын. Шамалы жетпей қалды. Қараңыздар. Мынау толық қамырды 1,5 ожаудан құйған кезде осындай болып шықты. Ал бірақ ожау құйған кезде менің қамырым шет-шеті піспей қалды. Жаңа жеткіліксіз болып қалды қамырым. Яғни, қараңыздар, бүтін күйінде осылай болады.
яғни толығымен. Ал мына жерде шамалы аз құйғандықтан қамырым барлығына формама толығымен жетпей қалды. Енді қараңыздар, мен мына жерде кейбіреулерін қатты қысқан кезде формаға салып жұқа болып шықты да ортасы, ал бос салған кезде, яғни қамырымды көбірек құйған кезде бұл қалың болып пісті. Енді жұқалау болып пісірем десеңіздер де ортасы піседі, қалың болып пісірем десеңіздер де ортасы піседі. Бізде осындай керемет печенье ма, вафли ма осындай әдемі пісірме шықты, яғни выпечкамыз дайын. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар, жасап көріңіздер.